Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге осы видеода әдемі диванға арналған 4 бұрышты домалақ декоративті жастықтарды тігуді үйретемін. Барлық өлшем бірліктерін мен төменгі описание бөлімінде қалдырамын, және де бұл жастықтарды тігу өте оңай және қарапайым. Осындай дөңгелектерді қырқып аласыздар. Менің жағдайымда 4 дөңгелекті қырқып алдым. 3 сары, 1 жасылдан және де түймелерді алып, өзіме көлемі ұнаған түймелерді алып, және де түймелердің сыртын жасыл және сары түсті маталармен қаптап тігіп алсаңыздар болады. Бұл өте әдемі көрінеді. Мен сондай моншақтарды алдым. Осы моншақтармен безендіремін біткеннен соң. Домалақ детальдарымызды бір-біріне беттестіріп айналдыра тігіп шығасыздар да кішкене орын қалдырасыздар. Ол жерден синтефон саламыз және кейін көктеп тігеміз. Енді 4 бұрышты жастықтарымызға келетін болсақ, осындай детальдардан 8-ін қырқып алдым, және де мынандай жолақшаны алдын ала дайындап алдым. Бұл өлшемдерін төменде қалдырамын. Оюды осылай жабыстырып аласыздар. Кәдімгі клей карандашпен жабыстыра берсеңіздер болады. Және де екі шетін қайырып тігеміз. Ең бірінші бірақ біз зигзагтап тігіп аламыз. Зигзагтап тіккен кезде біздің инеміз жасыл матаның үстінде тұру қажет. Және де жасыл мата мен сары матаның беттескен жерінен түбінен өту қажет. Сонда біздің оюымыз әдемі, аккуратны көрінеді. Тағы да бір түсіндіре кетсем, детальдарды біріктірмей тұрып, ең бірінші осы сары жолақшаны тігіп аламыз. Екі шетін кәдімгідей қайырып тіктік те, осы жолақшаны тікелей тігіп шықтық. Ең бірінші зигзагтап тігесіздер, содан соң жолақшаны беттестіріп тігесіздер жасыл матаға. Одан кейін барып, екі жастықтың деталін біріктіресіздер де кішкене орын қаласыздар. Ол орыннан біз синтефон саламыз. Синтефонның граммы әрбір жастықта 260-300 граммдай болды. Дөңгелек жастықта да сондай 300 грамм салмағы, және де ортасына тігілген түймешені кішкене тартып тігесіздер. Сонда осындай әдемі болып көрінеді.